рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Көмегіңмен өзіңнің әліппем, 42 таныстық әріппен. Ең алғашқы білімді алдық мол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Рахмет саған әліппе. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Рахмет саған әліппе. Оқушыларды қарсы аламыз. Кешегі сәби балаңыз жарады міне қараңыз. Өнер білім жолына әрі қарай тарамыз. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, міне бүгінгі әліппе мерекесіне қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға бүгінгі күн құтты болсын. Мен оқушыларыма айтарым, алдағы оқуларына да үздік, жақсы оқып, ата-ана ұстаздарымызды қуантып жүре беріңіздер дегім келеді. Мектебіміздің директоры Рустамова Замира Шамияқызына сөз кезегін беремін. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар? Міне бүгін бір мектебімізде ерекше күн болып тұр. Кеше ғана 4 ай алдын балаларымызды қолынан жетектеп, алтын ұя мектеп табалдырығын аттаған болсаңыздар, небір үміт армандармен бала 7 жасқа толып мектепке келген болса, міне арадан 4 ай өтпей-ақ балдарымыз әліппенің қыры мен сырын үйреніп, бүгін үлкен өмір жолына қадам басты десек те болады. Себебі бұлар бүгін әліппені тауысып, енді ана тілін бастағалы отыр. Әрине бұл жерде бұл мектеп ұжымының, ұстаздарының, атап айтқанда Бағдаш апайының еңбегі үлкен. Анам өмірге келгенде көп нәрсені армандайды. Міне сол армандар орындалу жолында алдына бір мақсат қойып алдыға қарай ұмтылады. Біздің балаларымызда осы үлкен үміттермен, үлкен мақсаттармен келіп отырған екен. Мен шәкірттеріме, балаларыма өмірде бұларға сәттілік тілеймін. Ешқашан жолдары қиын болмасын, алға қойған мақсаттарын орындайтын, бүгінгі елімізге қызмет ететін бір үлкен азаматтар болсын. Біз осы оқушыларымызбен мақтанып, марқайып, қай жерде жүрсе де 4-ші мектеп қабырғасында білім алған еді, тәрбие алған еді. Біздің оқушыларымыз еді деген сияқты жақсы сөздермен мақтан тұтатын азаматтар болуына шын ниеттен тілектеспін.
Ал сіздерге құрметті ата-аналар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Мынау балаларыңыздың арқасында үлкен бір жетістіктерге жетіп, келешекте сіздердің абыройыңызды көтеретін, құрметтеріңізді жайына қоятын азаматтар болсындар. Ал ұстаздарымызға болса, Бақташ апайға үлкен шыдамдылық, сабырлық тілеймін. Бұл бірінші рет емес, әрине Бақташ апайдың бітіртіп отқан бірнеше жылдардан бері, ұзақ жылдардан бері осы мектепте 1-ші класты оқытып, 4-ші класты бітіріп, үлкен еңбекті, еселі еңбек етпей жатқан ұлағатты ұстаздарымыздың бірі. Сіздер өте жақсы білесіздер, 4-ші мектептің абыройы бүкіл қала, облыс, республика көлемінде үлкен танымал алға кеткен мектептердің бірі. Біз мақтансақ арзитын ұстаздарымыз, арзитын еңбектеріміз бар. Міне өткен жылы, бұдан 2 жыл алдын республикада 10 мың мектептің ішінде 3-ші орын алған болсақ, мен 1-ші орын алдым. Міне республика президентіміздің алға қойған оқушылардың бос уақытын үнемді пайдалану бойынша 5 бастама, 5 тапсырыс бойынша бұл үлкен нәрсе, үлкен нәтиже. 10 мың мектеп қайда, 4-ші мектеп қайда. Бұл жерде үлкен еселі еңбек оқытушыларымыздың, балаларымыздың, сіздердің үлкен бұл жерде қошеметтеріңіз, сіздердің үлкен балаларға мектепке деген көмектеріңіз жатыр. Одан қалса, міне сіздер көпшіліктеріңіз енді 1-ші классыздар. Биыл осы 2 жылдың ішінде мектебіміз абат мақаладан өткен болса, сіздердің арқаларыңызда мектептерімізде заманауи тәрізде сіздердің еңбектеріңіздің арқасында телевизорлар қойылып, оқытушыларымыз ноутбук алып, заманауи түрдегі дәрістер өткізіп жатыр. Бұл да бір қазіргі күннің талабын біз орындап жатқандығымызды айта аламыз. Сондықтан балаларымыздың жан-жақтама оқуына мектепте барлық жағдай жаратылып қойылған. Тек қана бізде не керек? Біздің балаларымыздан оқу керек, сіздерден бізге көмек керек, ал ұстаздарымызға шыдамдылық керек. Мен үнемі бір сөзді айтамын ұстаздарымызға. Оқытушының дені сау болса, семьясы тыныш болса, ол ешқашан шаршамайды. Бірінші, Аллам бұларға денсаулық берсін оқушыларымыз. Екінші, семьясы тыныш болсын. Сол 2 нәрсе болса, оқытушы өмір бойы осы мектептің тіршілігінде жүретін кісілер бұл оқытушылар. Сондықтан сіз болып, біз болып, мынау алда келе жатқан 2022 жыл, осы жыл біз үшін, өткен жыл біз үшін бір жақсы жылдар болды, біз үшін бір сәтті жылдар болды. Сондықтан да келесі жылымызда, 22 жылымызда бір сәтті жыл болсын, жаңа жыл мерекелеріңіз барлықтарыңызға құтты болсын, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын, ешқашан ауырмаңыздар, әрбір қазақтың шаңырағында шаттық той болсын. Рахмет сіздерге. Жас бүлдіршіндерімізге береміз. Бәрін бір қара, бүгін бізде болмақ қандай шара. Тазым етіп тапсырым, айтайым мен сансырым, есті бүгін құлақтан бірінші асыны бұған. Келеді бүгін ертекке, ән салып бейбелікке, қоштас қалып отыр екен, сүйікті кітап әліппемен. Ақылы дария, ойы аспан қариялар армысың? Көне келер сөздері, еркелеткен біздерді, әжелерім бармысың? Асқақтаудай өрісі кең, әкелерім армысың? Ақсөт берген, аялаған аналарым бармысың? Білім берген, зәсло ұстаздарым армысың? Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен ата-аналар. Әліппе бітіру мерекесіне қош келдіңіздер. Бүгін біз өте қуаныштымыз. Өйткені әліппе мерекесімен қоштасқалы отырмыз. Құрметті көрермендер, келіңіздер, біздермен бірге таныс болыңыздар. Баршаңызға иіліп сәлем берем. Мен қызымын Мұханның қасиет деген оқуды да жазуды да тез меңгердім. 42 әріпті жатқа білем. Отбасынан еркелеткен жарқыраған жұлдызымын. Сабақты жақсы оқитын Диляра деген қызымын.
жуан шаш айнала және кешікті ортаға. Сабақтан еш қалмаған, елме оқыталмаған, бұлар еді үлгілі, жансырық атты бір ұлы. Ынталы да инабатты өнегелі бір қызбын, ата-анамның ақылдысы Қалиға қызы Алияғын. Түсінсем деп бар кітапты ынта қой қарамақпын, сыныптағы ең кішісі Құдабаев Талғатпын. Білім берген Аймекіні анасының ақылсыз атасын келді міне Нұрсая сабақтан еш қалмаған. Атқан тілді аламыз, жұмсағанда барамыз, жақсы мөлік саламыз. Ел басқарған ағам бар, жасыл жайлы оталам бар, ел бірлеген, ел тілеген, әкем менен анам бар, сондықтан да мейілімде мен бақты Уәлихан. Сөйлегенім салмақты, қылықтарым татты, Нұрай деген қызыма сіздерге арнап тіл қатты. Ай нұрымнан жаралған, айнен күні анамның, ақылдысы баланың, кілең бестік сабағым, әнек деген сұлуым, мен боламын ағайым. Жиырмандайдың арман, суретті әдем салған, үндемейтін, ойлайтын, ұмыт күтіретін алдан. Пені жатқа білем бүгінде, өз бетімбе оқи алам ертегі. Танысыңыз тәрбиелі зеремен, мен боламын еліміздің ертеңі. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын, соны тауып көріңдер. Іші толған әріпке білімдегі жарық не? Болашаққа жол ашқан, ол сүйікті әліппе. Ендеше ортаға әліппені шақырайық, бәріміз қол соғып. Әліппе! 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 Қош келдің әліппе, кел төрлет, бізге қонақ бол. Сәлеметсіздер ме менің сүйікті достым? Сәлеметсіздер ме менің сүйікті достарым? Балалар, мен әуелі әріптерді түгендеп алайын. Дауысыз дауыстар қайдасыңдар? Дауысыз дауыстар қайдасыңдар? Келгенде алғаш мектепте, білмеуші едік әріпте, оқимыз қазір ертекте, үйреттім ғой әліппе. Енді біз жазаламыз, әріпті қосып әріпке ырза болып саған жүреміз, ақылшымыз әліппе. Балалар, әліппе сендерге оқуға, жазуға үйретті. Әліппеге не айту керек? Сәлем саған әліппе! Ендеше келіңдер, әліппе әнін орындайық.
kuraldı öğrendik. Sözler söylem kuraldı öğrendik. Ana tilin dürüst söyleydi öğrendik. Odan ana mектep bala degan asıl sözlerді öğrendik. Жарайсыңдар деймін ақылды достарым. Балалар, сендер менімен ғана достасып қойған жоқсыңдар. Сонымен бірге негізі қандай пәнді оқыдыңдар? Математика, бейнелеу, технология, тәрбие, музыка, ағылшын. Келесі кезекті Кенегесова Ақбатес, Кенегесова Қасиеттің жаттап келген тақпақтарына береміз. Біз 4-ші мектептің 1-ші бас сыныбында оқимыз. Біз бір үйдің баласындаймыз. Бас бармағым ата-ана. Үлкен терсен байталған балам үйрек бауырым. Ақыл қосар қауымым, ортам терек нағашым. Сол үйде өскен анашым, аты жоқ саусақ достарым. Жақсы болса қостарым, кіші бөбек білімім. Терең болсын ілімім. Бес саусағым біріксе, текке кетпес уақыттың. Әке едім екілік, анам шықты жекіріп, 3 алдым деп кебедім. Әкем басын шайқады, алып едім 4-ті мен. Әжем шықты күлімдеп, 5 кебедім бүгін кеп. Бәрі қалды күлімдеп. 2-ге көш жасымды төкенше 5-ке терімді төк. Келесі кезекті айтыс өлеңіне береміз. Абдукадирова Анелия мен Пірімқұлова Диляра жаттап келген айтысын қабыл алыңыздар. Үйреніп әліптерін бітірдік, әліппен шеріңізді әліппеді, 5 баға алып беді. Үйреніп әліптерін талай 5 алып едім, жазуым сенің жаман, қисық қой әліптерін. Үйрендік сандарды да, қосуды алғанды да, есеппен онша емес, қосып берші бірді алтыға. Жауабы оның жеңі ғой, жаман баға 2 ғой. Қиын екен есебі, маңдай пелеп кетті ғой. Ол маған не тұрады, жауабы 7 саны, 6-ға 1-ді қоссаң, айтшы өзің не шығады. Біреуді сынамашы, өзіңе қарап алшы. Математикадан 2 алып, тағы да жыламашы. Өзің де жылағансың, бір мәрте бір алғансың, қоймашы деп күнделікке апайдан сұранғансың. Мен тыңдап бір алмадым, басқаға жылағанмын, сен шалып аяғымнан, сонда мен қуанадым. Қой енді жыламайық, 5 баға көп алайық, күнделігіміз 5-ге толып, мәз болып қуанайық. Сөзінен әкесі мен баласы, әкесі баласына айтты. Балам, күнделігіңді кеші бүгін сабақтан неше алдың көрейін. Әке, мен бүгін 5 алдым. Бұл жерде 5 жоқ қой, бұл жерде 3 пен 2 тұр ғой. Әке, сондықтан есепті білместі, 3 пен 2-ның қосындысы 5-ге кел ғой. Жарамас бала. Еркем дейді мамамда, еркем дейді папамда. Айтыңдаршы, шындығын ерке болу жаман ба? Кезекті қыздарымызға береміз. Еркетай биін қабыл алыңыздар. Егесін мамадан
Келесі кезекте қазақ қыздарының домбырасын қабыл алыңыздар.
Kızlarımızı çağıralım. Orta birini kabul alınızlar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, 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 Менің тәккәтті қонағым бар. Біздің Мұратова Гүлшаттың орындауында үнді биін қабыл алыңыздар. la,
Özbekistan deyini beremiz. Келесі кезекті ұл балаларымыздың орындауында Өзбекстан дейін қабыл алыңыздар. Узбекской землей, ты сплотился нацией, дружной семьей, радостью наполнен, щедростью богат. Узбекистан мой, Узбекистан мой. Вперед, Узбекистан, Узбекистан, живи, Узбекистан, Узбекистан, свети, Узбекистан, Узбекистан, и свобода твоя, пора вперед, Узбекистан, Узбекистан, живи, Узбекистан, Узбекистан, свети, Узбекистан, Узбекистан, свобода твоя, богатство мое. Barışa tanılı olan baytar şiirim var. Yegemin tevesiz kazanalım şiirim var. Aşıktır Özfan'ımız karlı dolkınım var. Özbekistan'ım, Özbekistan'ım. Yaşasın Özbekim, yaşa yoshlarım. Cho'mgilar vatan uchun o'zbek o'g'lim. Yurt boshi tarixi mangu bo'lsin do'stim.
міне Жандуллаева Нұрсаяның орындауында Қамажай биін қабыл алыңыздар. Ана, қашан да біз үшін қымбатты ардақтыға болған. Қазіргі кезекте Абдугазирова Анелияның орындауында Анашым әнін қабыл алыңыздар. Anak
Ағалардың орындауында мен қазақтың қызымын әнін қабыл алыңыздар. Балалар келді, сахнаның төріне шақырамыз сендерді. Орнымызды табамыз, балалар. Жиырма класс Гүлзат апайдың үйреткені отан әнін қабыл алыңыздар. Otanem
оқып, зейін қойып, оқығандар үшін сау болыңдар. Біздерге әліппе кітабы бізге мынандай сыйлық кетті. Ана тіл. Енді біз әліппені бітірдік. Енді біз қолымызға алатын кітабымыз ана тілі. Балалар, қандай мереке жақындап келеді? Олай болса, кімді шақырамыз ортаға? Жаңа жылдарың құтты болсын, балаларым. Жаңа жылдарыңмен. Жаңа жылда көрсеткен өнерлерің маған өте ұнады. Ендігі және өнерлерің болса, сендерге аталған өзімнің сыйлықтарым бар. Аяз ата, келіңіз бізбен бірге асыр салып балалармен ойнаңыз, билеңіз. Қаны билейік олай болса.
жиын аяқталды. Қазіргі кезекті бастауыш сынып әдіскерлестік жетекшісі Ашимова Бибер апайға сөз кезегін берейік. Ал енді мен бейнешәнен көп балаларын күтіп отырыпты. Нақты елді жылға кездескенше сау болыңыздар. Тәрбие өнеге тілегі ата-ана сізді білеміз. Қоштасу күні бүгінгі қуаныш сізге тілейміз деп, құрметті ата-аналар, маған жақыннан жәрдем берген ата-аналарға кішкене ғана сыйлығында қабыл алыңыздар. Құрметті ата-аналар, құрметті бүгінгі мерекеге балалардың қуанышына жиналған қонақтар, бүгінгі мереке баршаңызға құтты болсын. Мына жерде бүгін Бағдат Тұрапына деген тамаша ұстазымыз бар, сол апайдың үйреткен оқушыларының әліпби мерекесін тамашалап отырсыздар. Балалардың әріп үйренумен қатар, жазу сызуды үйренумен қатар бір тамаша, жақсы өнерлерінің куәсі болып отырсыздар. Бүгінгі мереке баршаңызға құтты болсын, құрметті ата-аналар. Осы балалардың бақытына ата-аналарымыз аман болсын. Осы сіздердің қандай үміттермен, қандай жақсы тілектермен өсіп жатқан балдарыңыз келешекте сіздерді бір қуантып жүретін, осы Өзбекстанның бір жақсы азаматы, осы 4-ші мектебіміздің атын шығарып жүретін жақсы оқушылар болып жетілсін. Оқушылар, бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Сондай тамаша өнер көрсеттіңдер. Сендерге бір мен емес, мектеп ұжымы атынан және жалпы ата-аналар атынан және бір құттықтау айтамын. Тамаша, сендерге өте ризамын. Мереке және құтты болсын. Құрметті ата-аналар, қалай жерде болса да мына ұстаздың еңбегі өте күшті. Демек, ұстаз еңбегіне қоса үйде ата-ананың қандай жәрдемі бізге өте қажет, оны білесіздер. Мына жерде ұстазбен қатар ата-ананың жалпы еңбегі жатыпты. Міне жақыннан жәрдем берген ата-аналарына ұстазымыздың арнаған алғыс хаты бар екен. Қазір соны қабыл алғайсыздар. Тәрбие өнеге тірегі ата-ана сізді білеміз. Қоштасу күнінде бүгінгі қуаныш сізге тек тілейміз. Құрметті Әлидің ата-анасы, перзентіңізді үлгілі әдепті бала тәрбиелеп өсіргеніңіз үшін және мектеп өміріне қызығып жақыннан жәрдем беріп, ат салысқаныңыз үшін, сонымен қатар сіз тәрбиелеген бала тек биік шыңдардан көрінеді деп сенеміз. Барлық көрсеткен көмектеріңіз үшін сізге мың алғыс айтамыз. Мектеп директоры Рустамова Замира Шанияровна, сынып жетекшісі Үсенова Бағдат Тұрапына. Осындай оқушы тәрбиелеуге шақырамыз. Ернұрдың ата-анасы. Арсен'дің ата-анасы. Арсен. Былай қарап түсіп алыңыз. Мұнан былай қойып түсіп алыңыз. Нұрсайдың ата-анасы. Ғалискенің ата-анасы. Нариманның ата-анасы. Нариманның
деп қуаныштымыз. Қызым менің қыздар құралайсың, ұлым менің мұрагер мұрамдайсың. Естисің еш жоқ етіне, менен неге сөз сұрамайсың. Балдарымыз, қыздарымыз барлықтарыңызға барлықтарыңызға рахмет өткізгендеріңізге керемет атақты даңқты керемет сыйлықта наградта тек қана халқын қолдап тұрса керек күндер бес сахнасынан еді. Бұл биікте сахналарда көрсетесің. Барлығыңызға рахмет бергендеріңіз үшін аясындағы да рахмет жарияны қуанып жатыр. Барлықтарыңыз еңбектеріңіз бар. Алғашқыбайға да рахмет. Барлықтарыңызға алғыс айтамыз. Ақпараттың ата-анасы. Бинаттың ата-анасы. Емелдің ата-анасы. Мұңжамалдың ата-анасы. Осымен ата мекеніміз аяқталды. Сөз кезегін ата-аналарға береміз. Бар ма? Өте тамаша, ертеңгілік болды. Құрметті ата-аналар, кішкене бір өтініш бар. 2015 жылғы оқушымыз айта беріңіздер, келесі жылы 1-ші классқа дайынбыз. Сыйлықтар, ұйымдастырушылар балаларымызға. Шаршамаңыздар бала тәрбиесінде. Рахмет, қош болыңыздар.
Қашанда таудай талабым, тәртіпті бала атанып, бәріне үлгі боламын, оқуда озат боламын. Қашанда таудай талабым, тәртіпті бала атанып, бәріне үлгі боламын, оқуда озат боламын.